Осы абайтануға байланысты сіздің тағы бір пікіріңіз есіме түсіп отыр. Біз тотықұс сияқтымыз депсіз. Ол мен жас кезімде тотықұс болдым. Біздің мұғалім болды, Сыздықов дейтін. Таяғы бар еді, 7-ші класста оқып жүргенде. Күнеге жаттауға береді. Жаттамасаң, екі кірпіш қолың ұстатып өтеді, жерлеп отырғызады. Талып кет, былай етсең, таяғымен салып жібертеді. Қорыққанымыздан жаттай бердік. Жаттағанда қандай, мықты жаттадық. Сөйтсек, біз тотықұс боппыз. Тотықұс айтқанның бәрін айтады, бірақ түсінішті, мән бермей түсінбей деген. Біздің қазіргі оқырмандар сондай. Енді біз анау 2 жылда бір балаларды жинаймыз. Анау Абай атындағы университетке жаттаған нетір. Енді бір ел басқа принцип қояйық дедік. Жаттаған өлеңнің біреуінен мазмұнын айтып беріп кетіп. Мен соның өлеңді білмеге жаттап алып, білмеген кейін білдім ғой өзімді. Ақылмен қауас барлығын білмейдір, жүрек сезедір, мүттекаламен мандықын бекер басқа езедір дейді. Аспирантурада жүріп, соны түк түсінімей қойдым. Çünkü ойландым, мұны өстіп түсінемей тастай береміз бе? Жабыстым әрбір сөзге. Мысалы, Жағын Мәрт деген ұғым қазір кең жайылды қазаққа. Мен ол үшін 3 жыл өмірім кетті. Қайдан шыққан сөз? Қайдан пайда болды? Ақыры бұл қазақтың даласын алып келдім, және қазақ жасаған ғылым деп жарияладым. Жалпы дүние жүзінде біздің планетаны алғанда ізгілік, адамгершіліктің тамыры қай жерге тамған дегенде Туранда тамған. Иранда демес, Индияда емес, Қытайда емес. Қытайда басталып барып жоғалып кетті. Ақи дегеннің өзі сонда жомарт деген сөз бе? Жомарт деген сөз, көне түрік тіліндегі. Сондықтан олардың принципі не? Ол бизнесмендер олар. Олардың принципі өздерінің семьясына ғана алып қалады, қалғанын бәрін халыққа беріп отырады. Қазіргі принцип қалай? Қазіргі бизнеспен бәрін тығады былай қарай. Былайға шығармайды, бірен-саран олмыз. Сондықтан бұл шығармайтын пештерді адам қылу үшін мына ғылымнан тәрбиелеуіміз керек. Сонда олар береді. Бірақ бұл ғылымды олар әліше меңгерген жоқ. Меңгерген жоқ. Енді ғана негізін салып, кеше сіздің сүліктеп отырғаныңыз соның кейін екен ғой.